Газетінің бас редакторы және осы оралманға қатысты ұзақ уақыттан бері қарай біраз осы мәселелердің басын ажап келе жатқан кезінде уақап ағамыз бастаған қосының бүгінгі мұрагері белгілі журналист Жаңыл Әкетовадан бір ауыз. Сіздер жағымыздан бір ауыз сөзін берді. Негізі біздің Шалқар газетінің редакциясына оралмандар шықпай кетпейді, өйткені жылдай сол шеттегі қазақ диаспорасы үшін жұмыс істеп келе жатқандардың өздеріңіз білесіздер. Жаңа мен өтпелеп айтып жатқаным біздің оралмандарға арналған айтып жатыр ғой басшымыз. Оралмандарға арналған газет жоқ емес, үш жазумен шығып жатыр. Төте жазу Қытай қазақтары үшін, Еуропа қазақтары үшін латынша, және жергілікті қазақтар үшін ерекше. Кейде орысша да қосамыз деп Ресей қазақтары үшін де олардың талабын беріп қоямыз. Сондықтан олардың газеті бар, мемлекет оны қолдап, біз мемлекет тапсырыспен шығарып отырмыз. Соны оқитын біздің оқырманымыз жоқ. Осы жерде келіп жатыр оралмандар қаншама дейміз, бірақ соны қолдап осы газетке жазып жатқан. Ал келіп жатқан оралмандарға ол газеттің керегі жоқ. Сіз енді керек шығарамыз, газет шығару керек дегенді айтып отырсыз. Жоқ, қазір көбейді, оқушылар көбейді. Жазылушылар аз. Оралмандар шоғырланып орналасқан жерлерге бару керек. Мысалы шелекке сататын орталық құрып қою керек. Қызметкерлерін келіп отыр, ортасына өзі беріп беретін. Талдықорғанға құрып қою керек. Газет оқу, сөзіңізді білейін, газет оқу, кино көру, ән салу дейтінізі қарын тойып көңіл көтергісін өздің қаншалық сыйлады адам. Қарын тойып көңіл көтерілу керек бәрінде. Сол, оған оралманға газет оқымады деп өкпелемін. Біздің азына қарын тойып керек. Халықтың қанымен тойып ғой. Одан кейін жаңағы ағайынды алып келуге мүмкіндігі бар дейді. Сондықтан жастардың жасаусы дегенді қосу керек. Мен ойлаған нәрсені бәрін айтып кеттім. Жаңа оқушылар дегенге жатады енді сол жерге бір ауыз сөз қысыр. Жаңа бірақтан енді азамат бермейді екен, ол жастар келгенмен деген жерін шешу керек шығар сол. Өйткені олар бітіргеннен кейін қайтадан шығып кетсе, тіркеуден шыққаннан кейін қайтадан азаматқа қабылдамаса оның бәрі далаға кеткен болып. Жаңа бұлай екен қазір. Өзгеріпті бұл азаматтыққаны. 5 жыл сол жоғары оқу орнында оқығаннан кейін 5 жылдық пропискаға тұрса да уақыттық тіркеуден дегенде тұрақ тіркеуге жатпайды екен. Оны азаматтық документ өткізуге болмайды. Жоқ мен соған жүрдім ғой бір баланың ішінде. Сондай білдім ме? Ол оқу бітіріп алған ба? Жоқ, бітірмеген, оқып жатқан ба? Қабылдамайды екен.